Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмір баяны мен шәмәйілін жақсы көру. Сүйген, сүйіктісі жайлы білуі махаббаттың табиғи болмысынан екені мәлім. Ал сира мен шәмәйіл ілімі саған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам тұлғалығын ең жақын таныстыратын, үйрететін ілім. Осы ілімдерді терең меңгерген сайын пайғамбарымызға деген махаббатың да арта береді. Себебі сол арқылы Алла елшісінің кемелдігінің тұңғиығына сүңгіп, оның махаббатынан ризықтана түсесің. Оның шарапатты руханиятын жүрегіңе орнықтырасың. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам елші, пайғамбар әрі тура жолға бастаушы қылғандай, пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам деген махаббаттан туындаған руханиятта Алла саған ұстаз, мұғалім әрі рухани көшбасшы қылып береді. Сондықтан да мұсылман баласы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмір баянын, алғашқы уақыттағы қиыншылықтарын, уахи қалай түскендігін, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сипаттарын, мінез құлқын, қозғалысы мен тыныштығын, жүрісі мен тұрысын, өңі мен ұйқысын, құлшылығын, отбасы мен қарым-қатынасын, сахабалары мен мәмілесін білуі керек. Сол арқылы құдды ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сахабаларының бірі секілді деңгейге жетуі тиіс.